Ассалаумалейкум ағайын. Бүгін ГФ, яғни гуминдік футбол кешені туралы әңгімелейміз. 7 мақаланың келесін оқимыз. Сіздің уақытыңызды сақтау үшін әркімнің оқуға қолы тие бермейді. Сол себептен сізге осы видео бейне көмек болсын деп жасап жатырмыз. Қазір біз yot.kz дейтін сайттың бас парақшасындамыз. Міне төмен қарай жүреміз. Бастапқы парақшаға келдік. Мына 6 мақала бар. Енді мақалалар дейтін батырмаға басамыз. Мына жоғары жағдағы мәзірде мақалалар деп жазылып тұр. Соған кіреміз. Екінші парақтан бастап мынандай гумисел деген атауы бар бір құты суретке салынған. Осы суреті бар мақалалардың барлығы гумисел туралы, яғни ГФ кешені деп айтамыз, болмаса гуминдік футбол кешені деп атаймыз. Сол туралы мәлімдеме, ақпарат мақалалар деп табылады. Біздің бүгінгі лекция гумин қышқылдары туралы толық ақпарат. Яғни ГФ кешен деп айтамыз ғой. Г әрібінің артында гумин дейтін сөз тұрады. Гумин қышқылдары. Осы гумиселдің ішіндегі сол қышқылдардың сипаты туралы, қандай рөлі бар, сол туралы мәлімдейміз осы мақаланың ішінде. Ал кеттік. Гумин қышқылдары туралы толық ақпарат. Гумин қышқылдары humic acids дейді. Химиялық және биологиялық табиғаты. Гумин қышқылдары құрамында мынандай функционалдық топтар бар. Жоғары молекулалы полифункционалды органикалық қосылыстар, карбоксил топтары, фенолдық гидроксил топтары, ароматты сақиналар. Дәл осы құрылым олардың сорбциялық ион алмасу және антиоксиданттың қасиеттерін анықтайтын заттар. Әсер ету механизмдері. Бірінші, энтеросорбция және детоксикация. Гумин қышқылдары айқын хелаттық қабілетке ие. Ауыр металдардың катиондарын байланыстырады. Тұрақты ерімейтін кешендер түзеді. Маңыздысы, олар жүйелі қан айналымына түсінбейді, тек шекте жергілікті әсер етеді. Бұл жүйелік жанама әсерлердің қаупін азайтады. Әсер ету механизмі медициналық энтеросорбенттерге ұқсас, бірақ физиологиялық тұрғыдан жұмсақ жұмыс жасайды. Екінші, асқазан ішек жолының шырышты қабатын қорғайтын тосқауыл. Зерттеулер көрсеткендей, гумин қышқылдары ішек эпителийінде қорғаныш қабықша түзеді. Ішек сақтаулының өткізгіштігін төмендетеді. Токсиндер мен аллергендердің шырышты қабықпен жанасуын азайтады. Бұл әсіресе келесі жағдайларға өте маңызды. Ішек өткізгіштігін жоғарылау синдромы, асқазан ішек жолының созылмалы қабынуы, диареялық синдромдар. Яғни осындай ауру симптомдар пайда болса, онда осы гуминдік қышқылдар соған қарсы жұмыс жасайды. Қабынуға қарсы әсер ету механизмі. Қабынуды қоздыратын цитокиндердің түзілуін азайтады. Бактериялық эндотоксиндерді, липополисахаридтерді байланыстырады. Бұл әсер иммунитетті баспайды, тек оны реттейді, модуляция жасайды. Төртінші мәселе. Антиоксиданттық белсенділік. Фенолдық топтар бос радикалдарды бейтараптандырады, липидтердің пероксидтік тотығу тізбегін тоқтатады. Бұл әсіресе не үшін маңызды? Қандай жағдайда маңызды? Созылмалы қабыну кезінде, метаболикалық стресс кезінде, улану кезінде. Клиникалық қолданылуы. Гумин қышқылдардың қолдану мына мақсаттарда тиімді: детоксикация, асқазан ішек жолын қолдау, қабыну жүктемесін азайту, инфекциялардан және антибиотиктерден кейін қалпына келу. Жергілікті әсер ішекте детоксикация жасайды. Яғни көп дәрі ішіп, сол дәрімен уланған адамдарға осыны ішсе ағзаңыз тазарады.
қолдануға негіз болатын жағдайлар мен аурулар. Интоксикациялар және токсикалық жүктеме, ауыр металдардың созылмалы әсері бар болса, экологиялық және кәсіби уланулар бар болса, микотоксиндердің жиналуы бар болса, іш қату мен дисбиоз кезінде болатын ішкі интоксикация синдромы бар болса, сол кезде қолданылады. Негіздеме, ішекте токсиндер мен эндотоксиндерді байланыстыратын энтеросорбциялық әсері бар, осы гумин қышқылдардың. Асқазан ішек жолының аурулары, тітіркенген ішек синдромы, созылмалы гастрит, асқыну кезеңінен тыс, созылмалы колит, функционалдық диарея, ішектің өткізгіштік айтқанда жоғарылау синдромы, leaky gut дейді. Негіздеме, бұған қалай көмек береді? Шырышты қабықты қорғайды, қабынуға қарсы әсер және эпителий өткізгіштігін төмендетеді. Үшінші, дисбиоз және антибиотик терапиядан кейінгі жағдайлар. Антибиотиктермен кейінгі микрофлораның бұзылуы пайда болғанда, метеоризм, тұрақсыз нәжіс, ішектің жоғарғы сезімталдығы бар болса, онда бұл көмектесетін жолы негіздемесі былай: бактериялық токсиндерді байланыстыру және микробиотаның қалпына келуіне қолайлы орта қалыптастыру арқылы көмектеседі. Төртінші, аллергиялық және псевдоаллергиялық жағдайлар бар болса, мысалы үшін тағамдық көтере алмаушылық, кейбір тағам жақпайды адамдарға, мысалы үшін асқазан ішек жолымен байланысты атопиялық реакциялар бар болса, ішектен шығатын гистаминдік реакциялар бар болса, онда қалай көмектеседі? Негіздеме, ішек арқылы түсетін антигендік жүктемені азайтады, сол арқылы көмектеседі. Бесінші, қабынулық және метаболикалық жағдайлар. Төмен дәрежелі созылмалы жүйе қабыну, метаболикалық синдром кешендегі терапия құрамында. Негіздеме қалай көмектеседі? Липополисахаридтерді байланыстыру және ішектен шығатын қабыну сигналын төмендетеді. Қорытынды гумин қышқылдары физиологиялық ішек детоксикациясы ретінде әсер етеді. Олар сіңбейді, бауырға жүктеме түсірмейді және ағзаға түсетін токсикалық қысымдарды азайтады. Осы мақаланы мына жүктеу дейтін бағдарламаға басатын болсаңыз, PDF форматында жүктейсіз, оқисыз.